Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіз Қара Жәшік арнасына қош келдіңіздер. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Тақырып: наркотизмге қарсы іс-қимыл болды. Жиында ішкі істер министрі Ержан Сәденов, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағынбаев, денсаулық сақтау министрі Ақмарал Айназарова және қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов баяндама жасады. Президенттің айтуынша, бұл әлеуметтік кеселдің жайылуы тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде алаңдатарлық деңгейге жетті. Наркотизм заманның дерті. Ол жастардың болашағына балта шабады, ұлт саулығына қауіп төндіреді. Нашақорлық пен есірткі бизнесіндегі әлемдік үрдіс алаңдатарлық сипатқа ие. Көптеген мемлекеттер бұл проблеманы физикалық және психикалық тәуелдік қана емес, ауқымды қоғамдық, экономикалық, құқықтық құбылыс деп бағалап отыр. Наркотизм ұғымы осы шындықты толық ашады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сарапшылар да бұл ұғымның ауқымы кең екенін, ұлттық қауіпсіздік мәселесіне тікелей әсер ететінін атап өтті. Президент есірткіге тәуелділердің көпшілігі ем мен оңалту шараларына жете алмай отырғанын айтты. Көпшілігі қоғамның айыптауынан қорқып, проблемасын жасырады. Мемлекет басшысының ұстанымы анық: нашақорларға ем мен оңалтуға мүмкіндік, есірткі саудасына қатаң және мүлдем төзбеушілік. Президент бірнеше нақты бағытта атады. Есірткіге қатысты статистиканы жетілдіру, химиялық заттардың таралуын қатаң бақылау, алдын алу шараларын күшейту, әсіресе білім беру мен ақпарат саласында, интернет пен медиада есірткі мен ішімдік насихатын тоқтату, кез келген есірткі түрінің өндірісі мен сатылымына қатаң тыйым салу, трансұлттық қылмыс пен жасырын зертханаларды әшкерелеу. Сондай-ақ, күмәнді қаржы операцияларын бақылау құқық қорғау органдарының міндеті екені ескертілді. Жиын соңында президент қоғамды түгел жұмылдырудың маңызын айтты. Үкіметке, әкімдерге және жауапты органдарға нашақорлық профилактикасы мен есірткі бизнесіне қарсы күресті күшейту жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, баспасөз хатшысы Руслан Желдібайдың мәліметінше, президент нашақорлыққа және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық штабты ішкі істер министрлігінің қарауынан алып, үкімет деңгейіне көтеруді тапсырды. Бұл күш біріктіру мен үйлестірудің жаңа форматы. Үкіметтің телеграм-каналында хабарланғандай, премьер-министрдің өкімімен республикалық штаб құрылды. Оған премьер-министрдің өзі басшылық етеді. Оның орынбасарлары, премьер-министрдің орынбасары және ішкі министрі. Негізгі міндеттер: мемлекеттік органдардың іс-қимылын үйлестіру, алдын алу шараларының тиімділігін арттыру, есірткіге тәуелді адамдарды емдеу және оңалту жүйесін жетілдіру. Штаб құрамына Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы мониторингі агенттігі, ұлттық банк, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, сондай-ақ бірнеше министрлік өкілдері енді. Сонымен бірге, барлық облыстарда Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өңірлік штабтар құрылады. Бұл жай ғана жиналыс емес. Бұл еліміздің болашағы үшін ашық майдан жариялау. Наркотизмге қарсы күрес бүгіннен басталды. Және оған қоғам түгел атсалысуы тиіс. Осы видео ұнаса, астына лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар.